Бір заманда Африкадағы бір елде бір патша өмір сүріпті. Бұл патша балалық шағынан бері дос болған, бірге өскен жақын серігін ешқашан жанынан тастамайтын. Қайда барса да оны қасына алып жүретін. Патшаның бұл досының ерекше бір әдеті бар еді. Өз басына немесе басқалардың басына түскен жақсы не жаман оқиға болсын, әрдайым бір ғана сөз айтатын. Бұнда да бір хайыр бар. Бір күні патша досымен бірге аңға шығады. Досы мылтықты оқтап патшаға береді, ал патша атып тұрады. Бірақ досы мылтықтардың бірін оқтап жатқанда қателік жіберді. Патша мылтықты атқан кезде ол кері қарай жарылып, патшаның бас бармағы кесіліп түседі. Бұл жағдайды көрген досы әрдайым айтатын сөзін қайталады. Бұнда да бір хайыр бар. Патша ашу мен ауырсынудан айғайлайды. Мұнда қандай хайыр болуы мүмкін? Бармағымнан айырылдым ғой деп ызасы басылмағандықтан досын түрмеге жаптырады. Бір жыл өткен соң патша адам етін жейтін тайпалар мекендейтін қауіпті аймақта аң аулап жүреді. Тайпаның адамдары патшаны бірнеше серіктерімен ұстап алып, ауылдарын алып барады. Қол-аяқтарын байлап, ауылдың ортасына отын жинап, оларды ортасындағы діңгекке байлады. Дәл отты жағуға дайындалып жатқанда, тайпа адамдары патшаның бас бармағы жоқ екенін байқады. Бұл тайпа ырымға сенетін. Денесіндегі бір бөлігі кем адамды жесе, бастарына жамандық келеді деп қорқатын. Осы сеніммен патшаны босатып жібереді, ал қалған серіктерін пісіріп жеп қояды. Сарайына оралған патша өзінің құтқарылуына кесілген бармағы себеп болғанын түсінді. Сонша жылдық досына жасаған әділетсіздігі үшін қатты өкінді. Дереу түрмеге барып, досын босатып, болған оқиғаны түгел айтып берді. Дұрыс айтқан екенсің. Бас бармағымның кесілгенінде шынында да бір хайыр бар екен. Бірақ сені осынша уақыт түрмеде ұстағаным үшін кешірім сұраймын. Бұл өте әділетсіз әрі жаман әрекет болды. Жоқ, деді досы. Мұнда да бір хайыр бар. Алла үшін айтып тұрсың ба? Таң қалды. Досымды бір жыл бойы түрмеде ұстаудың қай жерінде хайыр бар? Ойланып көр, деді досы. Егер мен түрмеде болмасам, сенің қасыңда аң аулауда бірге болар едім ғой. Ал сосын не болатынын өзің жақсы білесің ғой, деді.